I was only tripping for a moment. Now I wanna spend every moment. Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін ИП-ның налогын қалай төлеу керек екенін көрсететін боламын. Ешқандай налоговыйға да барып қажет емес. Ол үшін бізге Каспи приложениесі керек. Егер сіздерде доход болмаған жағдайда налоговый төлемейсіздер. Сонымен платежи бөліміне кіріп, штрафы и налоги платежи для ИП деген бөлім таңдаймыз. Осы жердегі бөлімдердің барлығын төлейміз. Соңғы екеуін тиіспейміз. Бірінші, обязательные пенсионные взносы дегеніміз, ол пенсионка. Одан кейінгілері уже түсінікті да. Бірінші бастайық, обязательные пенсионные взносы деген пенсионка, яғни осы жерде біз ИП-ны қай айдан бастап аштық, сол айдан басып төлейміз. Яғни бірінші шартшылдық, екінші шартшылдық деген секілді. Мысалы, біз екінші шартшылдықтың ақшасын төлейтін боламыз. Ең минималды ақшасын 6000 теңге. Мысалы, сіздің бір айда түскен ақшаңыз ИП-ға 60 мыңнан төмен болмаса, 60 мыңнан жоғары болса, онда 6000 теңге төлесеңіз болады. Мен мына жерде сентябрьдің екінші шартшылығы, яғни 2022-ге төлейтін боламын. Яғни айды таңдаймын, жылды таңдаймын и ЖСН-ді жазамын. Егер сіздің астыңызда қызметкерлер болмаса, өз ЖСН-іңізді 2 рет қайталап жазасыз. Мен мына жерде өзімдікін жазып, қазір төлейтін боламын. Сумма деген жерге 6000 теңге деп жазамын. Мен негізі алдын төлеп қойғанын просто сіздерге көрсету үшін видео түсіріп жатырмын. Осылай төлейміз. Келесі, социальное отчисление деген жерге 2022-ның ақшасын білесіздер, 2100 теңге төлеу керек. 2023-тен бастап ол цена уже өсті. 2022-де енді біз қазір отчет тапсырып жатырмыз, сондықтан да 2100 теңге төлейміз. Социальное отчисление тура жаңағыдай айда таңдап аламыз. Бөлек-бөлек осылай барлық айды төлеп шығамыз. 2100 теңге социальное отчисление және медстраховка 4200 теңге, олар ешқандай өзгермейтін цена. Ал пенсионка өзгеруі мүмкін. Яғни сіздің зарплатаңыздың, яғни ай сайын түскен ақшаңыздың 10% 4200 теңге төлейтін боламын. Одан кейін әр ай сайынғы, яғни сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, осы декабрьге дейінгі, январға дейінгі айды төлеп шығуымыз міндетті. Осы видео сіздерге ұнаса, пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.